қомақты қошеметтен бұрдаға шақырайық, осы сіздерді тәлім-тәрбие сол мектепте қимастықпен ұшырған ұлағатты ұстаздарымызда ортаға қарсы алайық Ақтөбеге. Келіңіздер, ұстаздар, жөне оқушыларымыздың арасында ойымыздың төрінде алты аймақтарымызды бөліп керемет кештің куәсі болып отырсыздар. Аман болыңыздар, ортаға шақырайық. Апайлар қайдасыздар? Hoş geldinizler. Апайларды оқушылар тұрып тыңдайық дейді апайлар. Бұл да әрине оған келісеміз, иә? Тұрып тыңдайтын. Бұл. Ал қош келдіңіздер, амансыздар ма? Мынау енді кешегі балапандарыңыз көз алдарыңызда, мынау енді әрқайсысының қылықтары өздерінің бір ерекше бір көзге түсетін ұл қыздарыңыз бар. Бүгін міне уақыт деген қасқарымызы кеше көзі ашып жұмам дегенше өте шықты. Бүгін міне 30 жыл болыпты. 30 жылда бас қосып бүгін міне ұйымдастыру алқасына мыңда бір рахмет айтамыз. Енді бүгінгі кешімізді жарқыратып отырған, нұрдың үстінен нұр қосып отырған әрине бұл өздеріңіз. Қош келдіңіздер, ақ тілек өздеріңізде асықпай бір шеттен ақ тілекті ақтарайық. Әрқайсысына қаладан айта кеткенде жөн болар. Мен үшін әлі балаларсыңдар. Бірақ сендерінде үлкен азаматша болыңдар. Сау болыңдар. Шақырғанда қатты қуанамыз. Міне отырған тұрғандар ұстаздар мәз болып жатырмыз. Талай жылдар өтті. Жақсы қылықтарда болды. Нашаққа қылықтар болды. Бәрі болды. Тек жақсылыққа болды. Қазір көріп мәз болып жатырмыз беттерге. Ал енді не тілеймін? Сендер қазір үлкен азаматтар болдыңдар, азаматшалар болдыңдар, семьялы болдыңдар. Алдыңызда мектеп бітіріп жатыр, тіпті тұрмысқа шығып жатыр. Мысалы, ерлан бүгін қызын ұзатып жатыр дейді. Сол сияқты сондай жақсы тойлар болып жатыр. Бәрі де құтты болсын, бәрі жаңалықтар. Біреуін естиміз, біреуін естімейміз. Ал енді осы сендерге айтып жатқанымыз, сендердің өмірлерің ұзақ болсын, денсаулықтар мықты болсын, бала-шағалар аман болсын. Тек соларды қызықтап жүре беріңдер, аман болыңдар. Көреміз енді 10 жыл өтеді. Бұрында 60 жаста мен бір айтып едім, 70 жаста баратын шығамын деп. Келдің ғой енді. Бірақ айтам сендерге келем болсам деп. Біреу болсам. Ал енді ендіміз мына 30 жыл деген бір сәт өтіп кетті. Қалай өткенін де білмейміз, сендер де біліп жатқан жоқсыңдар. Есейдіңдер, жақсы жанұя құрдыңдар, бәрі де болып жатыр. Жақсылық та, жамандық та. Енді жамандықтан сақтасын, ауырмайсың, қалмай, бәрінде тек өсе беріңдер, балалардың қызықтай беріңдер. Біз соған тек қуанамыз. Жақсы, енді қадірлі оқушыларымыз. Қазіргі таңда папа мен мама, әже, ата болып жатқан жастар. Рахмет бірінші кезекте осындай
осындай 30 жылдық жасап, еске алып, құрметпен, шақыру билеттерін, елеп ескеріп, бір кезде апайымыз болып еді деп ескеріп шақырғандарыңызға көп рахметімді айтамын. Енді екіншіден бәрімізде жаңалықтар боласында, жаңалықтарымыз құтты болсын. Егер туыстарымыздан, жақындарымыздан өмірден озған қандай болса, иманды болсын дегім келеді. Балаларымыз енді өсіп өсін. Енді 30 жылдың қалай болғанын білмей қалып жатырмыз енді. Менің ең бірінші классым 67-ші балалар еді. Олардың да бәрі шақыруларынан қалғаным жоқ. Енді содан кейінгі сендерсіңдер 74. Осы таяғымды тастасам деген не болды? Осы матайда келіп кеткеннен кейін. Таяғымды тастап, екі балдарымды бұрышқа қойып, жайлап, сырғып келсем деген. Енді сол ойыма жеттім, енді келдім. Бір жағынан өзім осы балдарды көрейінші, қалай болды екен, оқыттық қой бір кездерде. Мына ұстаз дейтін ғой, өзі бір қандай қалдық деп айтсам болады енді. Үшін бәрі қасиет бар ғой ұстаз дегенде. Балаларды көргенде кәдімгі жүрегім елжіреп, аяғынан көз алдына елестіп сүйіп тұрасың. Сосын мен сондайларды көру үшін өстіп ілбіп келіп жатқан жайымыз бар. Енді не дейміз? Талай осыдан 30 жыл бұрын талай қызықтар болды ғой. Біреулеріміз старшты болдыңыз, старшты дейміз ғой. Старшты болдыңыз, пионер вожатый болдыңыз, қызыл галстук тақтыңыз. Сол қызыл галстуктан естелік болсын деген суреттер менде бар әлі. Оны мен өткенде әлбімді берейін дедім де, осы әлбімді жоқпын жіберіп, одан да жаңағы немеден қызыл галстук таққан суреттерді берейін деп бермедім. Мына жерде бір кішкентай істейді тұратын шығар, өздерін құлықтай жаңағы бесайып тұрған, айнұрдан тұрған суреті бар қызыл галстуктар, Матайдың тұрған, Қайыржанның тұрған тәрбиелік шара. Осы естеріңде ме? Сол класста тоқтап деген білесіңдер ғой. Жаңағы сол тәрбиелік шараменен бірталай жерді шарлағанбыз. Тиверсінен өткенде жақында осы қақы болды, Аралбай ағай болды ол уақытта жаңағы района советі. Сол кісі дейтін осы сондай бір тәрбиелік шараларменен өмірінде тарамаған Кемелхан ағай бар, өмірінде тарамаған сынып жетекші таратқан. Бұл қандай әдет бұл деп жаңағы районның адамдары кейбіреулер сөйледі. Сынып жетекшінің тәжірибесі тарайды дейтін жоқ бұрын. Бұл қандай нәрсе бұл? Бұл адам қандай адам бұл? Бұл қандай керемет адам бұл деп жаңағы Аралбай ағайдың шыққанын білемін. Содан бір заманда ағай көндірген ғой, Кемелхан ағай. Сонымен тәжірибені тарататын бұл сен енді суреттеуге түсіну керек, тәрбиелік шараларын көрсетуің керек деген не келді ғой? Әңгіме не келді ғой енді? Тапсырма, бұйрық. Содан түстім, сонда мен осы әңгіменің жаңағы ұяты жоқ бұл сөздің. Үшінші балама аяғым ауыр. Мана Кемелхан ағай суреттеп түсіріп жатыр әр жерде. Тәрбиелік шаралар түсірген болды да. Бәрі қызыл галстук тағып, әне жерге тұрып, тақтаның алдында түсіп, былай түсеміз. Кемелхан ағай әне жерге тұр дейді. Маған айтып, тіке қарап тұр дейді да маған. Мен мана ұялып тұрып, тіке қарай алмаймын. Ол уақытта жаңағына түбіт орамал. Сол түбіт орамалды жаңағы жапқан болып, жаңағы өзім ұялып, иығыма бүйтіп қоямын. Ағай өтіп тұруға болмайды деймін. Жоқ, сәл бері қарап. Балдарымен тұр, ортасында тұр деп бір қызықтар болған енді. Сондай суреттерім бар еді ғой. Сол өткенде жібергенмін. Сондай қызықтарым болды ғой енді. Жаңа Әсет айтып жатыр, Мейрамбек айтып жатыр. Біздер дұрыс оқымадық, нашар оқыдық деп. Енді адам болғаннан кейін, адам баласы болғасын, елдің бәрі жақсы оқып кетсе ол болмайды ғой. Біреу жақсы болады, біреу орташа болады, біреу өте жақсы болады, біреу сәл әйтеуір қисықтау болады
бүйтіп істегісі келсе де істегісі келмей осы әсет сияқтылар сөйтіп сол уақытта осы өнерін көрсеткен жоқ. Тәрбиелік шара болғанда жалынып жүретінбіз. Айта қойшы, өлең айта қойшы. Сонда да айтып кеттім, жасырып жаңағы. Ондай жоқ енді, ондай темекінің жасырып тартатын, оны білетін еді ғой. Ол кезде жаңағыда туалетшаққа барып келетін еді ғой. Туалеттен неғып екен дейміз ғой. Жақсы, енді сондай қызықтар болды ғой енді. Тәрбиелік шараларда болды, жақсы өнерін көрсеткен балалар да болды. Енді сабақтан сірә ғой, енді математикадан сірә енді. Оны әйтеуір өйтіп бүйтіп бірдеңе қылдық қой, бақылауды көшіріп, бастан аяқ түгел өтіріне дейін көшіріп. Екіні қалай салсаң, көшіретіндер екіні дәл сондай салып қойып қойды ғой. Өтірді қалай болса, дәл сондай қояды. Мен айтам, басқаша қоюға болмайды ма оны, өзгертіп. Сонда кейбір балдар айтты ғой, осы бәйнеше түгел өтіріне дейін дәл сондай қойғанда, оған 5 қоясың, неге 3 қоясың дегендер де болды ғой. Оны сараптап алу керек қой өзі деп айтатын еді, 3 жыл, не үшін солай алған деп. Сондай енді, сондай қызықтарым болды ғой. Ана тілін ардақтайық деген тәрбие сағаты болды, әсет білесің ба? Қазақ тілі кабинетінде. Арабаяға келді жаңағы. Орысша сөйлегенді жаңағы. Ой, сол тәрбиелік шара дедіңден бүткіл жерді аралатты. Мына шайыр орта мектебінің осындай класын, осындай тәрбиелік шараны өткізген. Өте тамаша тәрбие сағаты. Оның бәріне әсеттің арқасы. Айтайын деп тұрғаным. Себебі ол жаман мен нашар оқыдым деп отыр ғой, бірақ дегенмен тәрбиелік шарадан күшті болды. Сонымен ана тілін шұбарлайық дегенде киініп алған киімдері керемет болды ғой, керемет болды. Енді Мараттардың жасаған жаңағы неміс болып ойлағандарын білесіңдер ма? Өте тамаша болды ол деген. Тоқтат деп кәдімгі. Сондай қызықтар енді есімде енді. Бәрі де айта берсем көп енді. Енді не айтам енді? Аман болыңыздар. Өсіп өнерлеріңіздер, дендеріңіз сау болсын. Алла тағала сендерге амандық берсін. Жаратқанымыз жақсылығын көп қылып берсін. Ал не дейміз? Құдай қуат берсін. Сол қуаттың арқасында деннің саулығында қызықтай берейік. Ұзақ өмір сүріп. Бізде енді қайтып деген басым жерге тигенше келе алмаймыз ғой, жерге тигенше. Бүгін енді сәл бекіп келсе келесіздер керек. Неге? Қаяғын ұстап, ұстайды. Аман болыңдар, рахмет, сау болыңдар, Алла сыйласын. Тұрып сөйлесем, барған жоқ жаңағы әулиеге жаңағы садақа бердіңіздер ғой, болма садақа. Оларыңыз қабыл болсын. Енді арамыздан кетіп қалған мұратбегіміз бар, мақсатымыз бар. Енді олардың жандары жәннатта болсын, иманды болсын. Қалған ғұмырын бала шағасымен жұбайына берсін. Солар аман болсын, сол бала шағасына қызықтай берсін. Ал бізде иманды болсын деп айтып жалғастай. аяқ жақсы отыр. Жақсы, құрметті шәкірттер. Бүгін енді мынау көптен күткен өздерін жасаймыз деп жүрген 30 жылдық мерекелер. 30 жылда зымырап өте шығып қойып, жастарымыз сәтте. Сендер әлі біздің көзімізде кішкентай баяғы мектепке келген бала деп көрмейсіздер. Артың арғы партиясын деген біздің өзімізде жасымыз 60-тан асып кетіп қойды. Бүгінгі мерекелер құтты болсын. Кезінде кішкентай мектептің есігін имене ашып келген балалар бүгінде қақасына шығып, әрқайсысы отбасы болып, отағасы, отанасы болып, ұлдарын өсіріп, қыз өсіріп, біреулердің ата әже болып,
немере сүйіп қызығын қызықтырып жатсыздар жағынан болсын. Енді осы мерекеге бір кезде бізді де қолымызға қалам ұстап, әрі үйреткен апайларымыз еді шақырып, құрметтеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Мында боламыз. Жалпы өмірде менің түсінігім бойынша әуелгі адамның өзінің отбасылары ғой ең жақыны. Содан кейін осы жақыны осы құрбы-құрдас деп ойлаймын. Себебі құрысаң да қуансаң да әуелі құрбы-құрдасын жинадап, көргенде бір-біріңді балаша құшақ жая қарсы алып, еркелеп, әзіл сөздеріңді айтып, мәжіліп жатсыңдар бір-біріңді. Баяғы кішкентай кездеріндегі сияқты болып жатсыңдар да, бізге солай елесті ол. Тек ұзағынан олай алды осыларды. Біздер де енді 30 жылда қазір мынандай осындай ғанда келіп тұрмыз. Енді 40 жыл, 50 жылда қайдан дейін көреміз. Алла жас беріп нәсіп етіп жатса, бұйырған болса келерміз. Енді дендерің сау болсын сендердің. Отбасыларың аман болсын. Онда ұяға, қызды қияға қондыра беріңдер. Алдарың ата әже болып жатсыңдар, немере сүйіп жатсыңдар. Қалғандарында сол қызыққа жете беріңіздер. Мына 30 жылдықты жақсы, мұны да ұйымдастыратын адам керек, негізі. Бір ішінен шығатын сондай адамдар болып, міне жақсы ұйымдастырып, жаңа айтып жатыр балдарына, қыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Енді 40 жылдықтарыңызда, 50 жылдықтарыңызда үстіп ұйымдастыра беріңіздер. Жандарың жаман көрмесін, дендеріңіз сау болсын, Алла сендерге күш қуат берсін, ғұмырлы болыңдар. Тек көп жас жасауды Алла сендерге нәсіп етсін. Енді мен мына құмарлық ұсап, тынау 4-ші класстан бастап 10-ші классқа дейін жиындарды өткізіп, қалай қызықтар, ол мұның есінде қалған. Мен енді сендер кішкентай болып келдіңдер, біз жаңағы қатты кеткен жерлеріміз бар шығар, оқы сабақты. Мынаны оқып келіп, мынаны бейттім. Бірақ менің классымда білмеймін, өзімше жаман оқушы болған сияқты. Мейрамай дейтін білмеймін, мен қашып қыстым деймін, Мейрамай жақсы оқып бастаушы. Көп балам жақсы оқып, жаман емес, шүкір. Міне қазір соның жемісін жеп жатсыңдар. Әрқайсың әр салада қызмет етіп жатсыңдар. Еңбектерің жемісті бола берсін. Бала-шағаларының қызығын қызықтай беріңіздер. Тек тойларын тойға жалғаса берсін. Соның түйірін жұлдауы дей ма? Ал құрметті оқушылар, Шайыр орта мектебінің 23-ші түлектері. Мен Шайырдың қызы емеспін, Таушықтың қызымын. Бірақ Орекеңмен Атырауда 4 жыл бірге оқыдым. 80 жыл түсті мен келін болып. Қазір енді 41 жыл болып отыр екен. Отасқанымызға 41 жыл болып отыр. Сол 41 жылда бала шағалы болдық, шүкірміз, балдарым болдымыз, ұяда, қызымыз қияда. 3 келін бар, қолымда қазір 2 келінім бар, 5-6 немерем бар. Келінім жаңағы 2 қызым, біреуі журналист қой енді. Кіші қыз дүкенші болып кетті айналғанда. Осы мына 19-ші микрорайонда Сәуле дейтін бір шағын супермаркет бар, соның ішінде. Сол дүкеннің ішінде отырғанымда әсет келді. Сол сәуір айы болу керек, сәуір айы деп ойлаймын. Әлде наурыз екен. Себебі ол қыз ақпанда ашты да, сол ақпан мен наурызда білмеймін, наурызда сол түн 12-11-дің уақыты, бірдің уақыты болса да білмеймін. Әсеттің дауысы шығып, отыр едім. Мәз саған, сол екеуміз көріп бір-бірімізді мәз болдық. Сол кезде Әсет айтып кетті. Апай, 30 жылдық мереке ұйымдастырған жатырмыз. Құдай қараса келесіз ғой деп. Ақ көңілім ғой, бұйбай барам дедім, ана. Бірақ та біледі екен ғой, оның барасың ба, бармайсың ба. Оған дейін қаралықта қаншама адамдар кетіп жатыр өмірден. Енді дәм бұйырып, бүгінге түсті да, как раз Ерланды білесіңдер енді, қайным, құрттайымның көп жұмсаған, балдарымды баққан. Сол қайным бүгін қыз ұзатты, екінші қызы және ұзатылып жатқан. Сол тек жаңа естен тек жөнеліп жіберді де, кейін қарай шықты. Айнағама сау болсын айтты, мен 30 жылдыққа уәде беріп қойып едім. Бүгінге тап болатынын білмеймін. Уәде беріп қойып едім, мен соған мен қалай болғанда баруым керек дедім. Бар деп. Сол мінекей бүгін дәм тартты. Сіздердің ниеттеріңіз шығар.
әсеттің ақылы жоқ қой. Отырып шығарып отырып жасайын деп отыр едім, әсеттің айтқанын жасайтын. Ән айтып, бәріміз сөйтіп отырамыз, үйге тақтаға бірдеңе жазатынбыз. Әсет дейді, мына отырғышпен тона партаның қасына келеді ғой. Менің отырғышымның қасына келеді да. Қап-қара болып жылтырап. Көзі жалт-жұлт етіп тұрады да. Сонда жаңағы өзім ойлаймын да, енді осы ойлаймын. Енді бұл әнші болып кетті, композитор болып кетті. Оның қаншама керемет әндері бар. Үйде құрттай 5 жасар немерем бар, Әсеттің әндерін тыңдап кейде өзім үйде билеймін да. Сонда жаңағы қызым айтады, әжеті осы әнді де қоса бересің дейді да. Мен жаңа жылады да тойға барам дегесін. Мен айттым, ана мен қоса беретін ағай бар ғой, соның тойы. Оны сен танымайсың, ол қазір барғанда айқайлап ұрыста жылап қаласың, сондықтан бармайсың деп түсіріп қалып қойды. Енді сол Әсет қарап отырсаң, сол кездегі манағы талант екен ғой ол, қандағы ар жағынан ол қай атадан келіп жатса да қандағы талант. Ән сабағында ол отыра алмайды да, отырышымен секіріп, соны партаның алдынан бір шығады. Сол кезде қасиет бойын жарып шығып, бүкіл республикаға белгілі болып Әсеттің шығармашылық кешіне бардым мен. Өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Бұл кезде Теберсің мамасы бар еді, шығып сөйлеп еді. Алтын құрсақты ана ғой енді ол. Осындай дарынды, осындай жігітші болып отқан сендер дейтін кәдімгі үлкен, керемет құрдастарсыңдар. Маңдайларына басатын, биікке ұстайтын, алдарында мынандай керемет азамат отыр. Осы азаматтың бір өзінің атақ дәрежесімен ақ сендер кез келген жерде мақтан аласыңдар. Айтып тұр жаңа, досыңмен мақтан деп, туғаныңмен мақтан дейді, досыңмен мақтан дейді, бауырыңмен мақтан дейді, қызыңмен мақтан дейді, ұлыңмен мақтан дейді, ұрпағыңмен мақтан дейді. Ал сендер мінекей құрдастарыңмен мақтан аласыңдар. Мен Әсеттің Инстаграм бірдеген аралап отқанда суретін көріп қалсам деп тоқтап қалам да. Енді ол ар жағында сағыныш бар, көзінің алдында өскен, мысалы Құртақандай бал еді, бүгінде үлкен азамат болыпсыңдар. Олды ұяға қондырып атқан шығарсыңдар, қыздарды да жөнелтіп атқан шығарсыңдар, мүмкін кейбіреулер ата әже болған шығарсыңдар. Енді ернің ата әже болып отыр, соған қарағанда сіздер де сол жаста шығарсыңдар. Бәрі де оң болсын, құтты болсын. Адам шәкірт дейтін ол қай уақытта ыстық болады. Ол мүмкін іштерінде отырған ұстаз болса, ол кәдімгі қатты біледі да, түсінеді. Өзінің отбасын, бала шағасын ұмытып, елдің, халықтың баласын жақсы көретін, жан жүрегімен соны жаңағы жақсы болғанын қалайтын кім? Ол ұстаз. Сондықтан да сендерге үлкен рахмет. Біз бала ұстатып қолпаштап шақырдыңдар, біз шауып келдік, сау болыңдар. Бірақ айтып қойын, ертең 40 жылдыққа шақырмай қалып ертіп тұрмамасын. Ол кезде енді көреміз. Мен қазір мысалы 65-те отырып тұрмын да. Ол кезде бұйырса 75-те болам екен. Ол кезде енді жаңағы құмардың құдаяқты дұрыс сөйлешеш, таяқтан келем дейтінің не? Таяқты қозын келтірмесін. Таяқ дейтін енді жасын келгесін жаңағы дауасы, 3 дауасы бар емес пе? Соның бірі қарттық қой енді, қарттыққа дауа жоқ деп тұр. Ешқандай дауа жоқ, уақыт өзінің ізін салады, жаңағы комплимент айтып жатсыңыз, бұрынғы күй деп. Көшеде бір студент келе жатыпты, алдынан ұстаз шыққан екен, 20-30 жыл өткеннен кейін. Жаңа таяқпен күржіңдеп келе жатқан мұғалімге жаңағы студент айтады дейді, апай, бұрынғы үйіңізбен қарап тұрсыңыз деп. Содан жаңа ұстаз байғыз қайтсын, сол кезде үндемей қалып, үйге келіп егіреп жылапты дейді. Маған Қазыбаев дейтін қазақ тілі пәніне мен сабақ берген 76-80 деп Атырауда. Сол ағай айтып еді сөйтіп. Сонда егіреп жылапты дейді. Неге жылады дейміз ғой біз? Ол ұстаздың, ол кезде баламыз ғой енді сендер сияқты. Ол ұстаздың несі кем бе? Неге жылады ағай десек, ағай айтады. Ай, ол деген ол 20-30 жаста кездесті. Мынада 70-те кездесіп тұрғанда, сонда не? 70-тегі мен 30-ды салыстырып қараңдар. Сонда 70-тегі адам 30-дағы жас қылшылдаған кезінде мынандай болып тұрмайды ғой. Сондықтан тілдермен сақ болыңдар. Сендер де ертең шәкірт тәрбиелейсіңдер. Сол кезде шәкірт сендерге сол үйіңнен қарап тұр дегенде жылап қалған қарайтын. Сол айтқан жылатып жүрмеңдер.
көрдіңіздер бізді. Сол үймен қайдан қарап тұрайық, уақыт өзінің ізін салады. Бірнеше бала өмірге әкелді. 41 жыл деген аз уақыт емес. 41 жыл отасқан адамдар да бар, отаспаған адамдар бар. Құдайға шүкірміз. Сол 41 жыл енді ізін салады ғой. Бірақ енді Құдайға шүкір енді денсаулықтың арқасында жүріп жатырмыз. Тек денсаулық тілеймін. Мықты денсаулық тілеймін. Адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ екен ғой, бәрі келеді екен адамның қолынан. Мен қазір осының кейде өкінемін да, жастық шақ өтіп кетті деп. Сол кездерде жасайтын заттарды мысалға біздер қазір жасап жүрмін. Сол кездерде неге жасамадым екен, неге сауатсыз болдық екен деп ойлаймын да. Жаңа Дәмеш айтқан коммунизм өтіп кеткен екен біздің заманымызда. Сендер де шет жағасын көріп қалыңдар ғой коммунизмді. Сау болыңдар, бала-шағалардың қызығын көріңдер, 80-ге келіңдер, 90-ға келіңдер. Тек жұптарың жазылмасын. Кластасқа жететін, құртақандайынан бірге өскен досқа жететін ештеңе жоқ. Ең қымбат уақыт осы 10 жылдық бірге оқыған құрдастар. Содан кейінгі уақыт студентті бірге өткен кездер. Ал одан кейінгі жұмыстастар деген ол көшіп қонып жүретін заттарда бір адамдар бар, бір жерде жұмыс жасайтын, бір адамдар бар, көшіп қонып жүретін. Ол жерде оларда кішкене коллектив деген, ұжым деген нәрселер сиректеу болып кетеді арасы. Сондықтан мен өзімнің түсінігім бойынша ең қымбат осы кластас құрдастар, содан кейінгі қымбат шақ студенттік шақтар. Сондықтан жұптарыңыз жазылмасын. Мәңгі бірге болыңдар. Бұл жерде келіндер барша айналайындар, бақытты болыңдар. Тек барған елдерінің ұрпағын көбейте беріңдер. Жақсыға жақын жүріңдер, жаманнан келеметіп қашып жүріңдер. Қамқоры ол қыздың, мұғалім ол біздің. Қамқоры ол қыздың, мұғалім ол біздің. Аман болыңыздар, бай болыңыздар. Осылай тақырып жүре беріңіздер. Бүгін мынау енді шәкірттеріңіздің арнайы дайындалған сый-сияпаты бар екен, соны арнайы тапсырайық. Апайлар, тағы да қош келдіңіздер. Өздеріңіздің шәкірттеріңіздің дайындаған, отырыңыз, отырсаңдар да тұрсаң дейін қараңыздар. Өздеріңіздің мағайды шәкірттеріңіздің дайындағанына орамалдың томбырмайтшы болады деді ғой, кішігірім сый-сияпатымыз бар. Сағыныш қосам арман деп, саған атылған сен бардатты 30 жылдық кездесуімізге қош келдіңіздер. Апайлар, айтып жатқан тілектеріңіздің бәрін Алла қабыл етсін, өте қуаныштымыз. Осындай оқушылардың ортасына біздің айтқанымызға келіп, осылай бізбен бірге тойлап жатқандарыңызға көп рахмет, денсаулық тілеймін барлығыңызға да. 40 жылда да кездесейік, сол жазсын сіздерге. Ауырмаңыздар, біз сіздермен біргеміз, әрқашанда жүрген жерде сұрап жүреміз дегенде ғой енді. Аман болыңыздар, бала-шағалардың қызығын көріңіздер. Сондықтан енді мына жаңа айтып жатқан алғыс хатымыз бар еді Әріпайға. Сол бір хат, 4 хатқа алғыс хатымыз, сосын жаңағы сыйымыз бар, сияпатымыз. Құрметті Бүркітбаева Құралай апай, сізге мына бүгін грамот беріп жатқанымыздың басты себебі, осыған дейін мұғалімдер бізге грамот беріп келді ғой, алғыс хат. Осыған дейін бізге мұғалімдер беріп келді ғой. Енді осы 30 жастан бастап мына біздің сыныптастар беретін болмады. 40 жасқа келгенде де айтамыз, апайлар баяғы 30 жастағыдай жап-жас болып тұрсыңыз екен деп айтамыз. Баян апай, ренжімеңіз оған, жыламаңыз. Ол кезде таяққа сүйеніп келем деген сөзді айтпаңыз, дәл осындай болып келіңіздер. Бүркітбаева Құралай апай, сіздің дарқан көңіліңіз әр шәкірттің жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгеді. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Біз де сізбен мақтанамыз, аяулы ұстаз. Ұстаз ұлағат дейсің, қастерлі ұғым, келелі тұлға екенін және оның ерен еңбегін мектеп қабырғасынан алыстаған әрбір шәкірттің сезінері мойындайтыны сөзсіз. Мектеп бітіргенімізге 30 жыл өтсе де, өмірдің баспалдақтарынан өткен кезде сіздің айтқан әрбір ақыл кеңесіңіз есімізде. Білім нәрімен сусындатып, берген тәлім тәрбиеңіз, жақсы қасиеттерді бойымызға дарытып, адамгершілік ұрылыққа бағыттаған бағдарыңыз бізді алға жетелеп келеді. Сіздерден алған білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, рухани байлық пен ұлттық
азамат болып қалыптасуыңызда сіздің үлесіңіз орасан зор. Білім беру жолындағы еңбегіңіздің зейнетін көріңіз. Сізге ұзақ өмір, қажымас қайрат, зор денсаулық, зейнет жолында мол табыс және немере шөбере қызықтап өмірдің рақатын көріңіз. Нұрлы бейнеңізбен мәңгілікке әр шәкіртіңіздің жүрегінде өмір сүріңіз. Ізгі ниетпен Шайыр орта мектебінің 23-ші түлектері. Дұл қошырет. Ұстаздар аман болыңыздар. Және Құралай апай, сізге мына орамал тон болмайды, жол болады дегенде, сіздің бізге азғантай тойдан шашуыңыз Şöyle suyuyoruz, şumşuk suyuyoruz. Ya, dәл осы мәтінде құрметті Сүгірова Дәмеш апай марапатталды. Алғыс айтамын. Оқушыларыңыздың естелік болсын деп жатқанымыз үйде жаттасыздар, орысшылықтар. Құтты болсын. Жайды көргіз аварғы, тойды көргі бағарғы деген осы. Қошемет, құрмет ағайындар. Әрине бұл енді әрдайым жүрегімізде сіздер. Аман болыңыздар, апайлар. Үш апайымыз орамалмен келіп, бір апайымыз яғыншы прическа жасап көрген екен. Бір қошемет соқпайық. Дәл сол мәтінде Лепка Баян апайымызды алғыс айтамыз. Құтты болсын, жарқырап жіберіңіздер. Шәкірттеріңіз аман болсын. Абайларды көріп жарғатырған жоқпыз. Барлығына да дәл осындай ерекше сыйлық осы шәкірттеріңіздің атынан аман болыңыздар. Естелік қой. Барлығын суретке түспейміз ба? Жағдай азаматшалар. Шайыр орта мектебі. Жан жаққа кетіп 20 жылдан келеміз деп уәде сенбі